Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді әрі тез салатын жасалу жолымен бөлісемін. Осы бейнені соңына дейін көріп, менімен бірге салат дайындаңыздар. Бұл салат өте тойымды, дәмді болып шығады. Салатқа осындай ысталған тауық еті қажет болады. Қабығын алып тастаймын. Содан кейін етті төрт бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Салатты бір ыдысқа салуға дайындап жатырмын. Егер сіздерге бірнеше жерге қоюға салат қажет болса, онда рецепті көбейтесіздер. Тауық етін төрт бұрышты етіп турағаннан кейін шетке алып қоямыз. Келесі кезекте бізде сыр, яғни қатты, өздеріңізге ұнайтын сыр алғандарыңыз дұрыс. Сырды төрт бұрышты етіп тураймыз. Құрметті көрермендер, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін осы бейненің астында подписаться деген батырма бар. Соны басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сырды турадым, шетке алып қоям. Содан кейін піскен жұмыртқаны да ұсақтап төрт бұрышты етіп тураймыз. Бұл салат қонақтарға да, отбасыларыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Мен үнемі тұрақты түрде осы салат дайындаймын. Өте дәмді, бір жағынан тойымды болып келеді. Тек жұмыртқа пісіру қажет, басқа ингредиенттердің барлығы дайын. Сондықтан көп уақыт алмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен үнемі оңай, дәмді рецептермен бөлісуге тырысамын. Барлығы тексерілген рецептер. Жұмыртқаны төрт бұрышты етіп турадым, енді шетке алып қоямын. Содан кейін қызанақты тураймыз. Қызанақты да ұсақтап төрт бұрышты етіп тураймыз. Қыс кезінде жақсы дәмді қызанақ табу қиын. Сондықтан жақсылап іздесеңіздер табасыздар. Мен осындай дәмді, жұмсақ қызанақ таптым. Төрт бұрышты етіп тураймыз. Бұл салатқа кішкентай черри қызанағын да қосуға болады. Қызанақ дайын, енді салат жинауды бастаймыз. Осындай арнайы форманы алдым. Тарелканың үстіне қойып, ең бірінші кезекте тауық етін саламыз. Содан кейін осылай майонезді үстіне қосамыз, яғни саламыз аздап. Бірден сыр саламын туралған. Сырдың үстін басып шығам үлкен қасықпен, біркелкі болу үшін. Майонез қосамын. Майонезді қасықпен жақпаймын, себебі сыр өзі майлы. Сондықтан тек майонездің өзінің үстіне саламын, сол жеткілікті. Қызанақты салғаннан кейін майонезді салып, енді майонезді жақсылап жағатын боламын, себебі кішкене майонезбен қызанақ өте дәмді болып шығады. Қызанақ өзі сулы. Қызанақтың үстіне піскен жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның үстіне де майонезді жақсылап қосып жағамыз. Майонезді жақсылап жақтық. Енді салаттың ең үстіңгі қабатына сухарики саламын. Үй жағдайында наннан жасауға болады, бірақ мен дайын күйінде сатып алдым. Салаттың өзін сухарикиді қоспай тұрып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып алыңыздар. Содан кейін дастарханға қоятын кезде сухарикиді саласыздар. Салат әдемі болу үшін осы сухарикидің үстіне анардың дәндерін саламын. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Баршаңызға ас болсын. Егер осы салатты дайындасаңыздар, төмендегі комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар.